Мына енді жұртқа қызық болу керек, өзіңіздің тәжірибеңіздегі бір жағдайлар деп. Жағдайлар әртүрлі. Сол жағдай бір ғажап дүниенің бірі, өткенде маған бір кісі келеді, екі өкпесіне сарсу жиналған, бір жағынан 3 литр, екінші жағынан 4 литр сарсу алдық. Сонымен жаңағы біраз жерде жүріп қалыпты. Ауруханада жатыпты, онкологтарға барған, тағы да басқа мамандарға. Ақыр соңында жаңа тәуіптерге барған, дәрігерлер көмектесе алмаған соң, ол тәуіптер бітті, ана жаққа дайындала берсеңіз болады, ақтық киіміңді дайында, малыңды сойып дайындай бер деп. Бірақ таныстар арқылы өзіме келді, қорқатын түгі де жоқ, екі жағын босатып, суын ағызып, жаңағы 3 литр, екінші жағынан 4 литрдей сары су шықты. Одан кейін жоспарлы түрде операцияға алып, диагностикалық операция жасадық. Торакоскопия, плеврадан кішкентай ғана бір бөлшегін алып, соны зерттеуге жібердік. Науқастың жағдайы бір жақсы болып қалды. Зерттеудің нәтижесі мезотелиома деген ауру шықты. Мезотелиома деген ол онкологиялық ауру. Ол ауруды естіген кезде науқастың көңіл күйі түсіп, жылап, өмірмен қош айтыса бастады. Бірақ қызығы, мезотелиомнан тұра тұрыңыз дедік, ол гистологияның тағы да иммуногистохимиялық зерттеуі болады. Онкологиямен жаңағы шалдыққан адамдар таныс, өйткені оның түрі бар, гені бар, фенотипін анықтау керек, ем жүргізу керек болса. Сөйтіп, соны анықтаған кезде мезотелиоманың сирек кездеседі әрине. Соның оң түрі, жаңағы доброкачественный түрі анықталып, науқас ешқандай емсіз қазіргі таңда үйінде жүгіріп шауып жүр. Сонда осындай ғажайып дүниелер болып жатады. Тіпті тіс қаққан дәрігерлер бізде таңғалып жатамыз. Сол себептен дәрігерден қорықпаңыздар, келіп тұрыңыздар, сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар.